мына жаңа жылға дейін ұрысып қалған, ажырасайын деп жүрген, қайтадан татуласқысы келіп жүрген адамдар болса, 50% жеңілдікпен консультация алып үлгеріңіздер. Өкпе ренішті, өткен кеткенді барлығын ұмытып, жаңа жылды бірге қуанышпен қарсы алып, жаңа өмір, жаңа қарым-қатынас, жаңа бақытты күндерді бірге өткізіңіздер. Негізі ұрыс керіс сынақтан кейін адамдар бір-бірінің қателіктерін түсініп, бір-бірінің маңызды екенін біліп, одан да махаббат сезімі, бір-біріне сыйластық деген нәрселер күшейіп кетеді. Қаншама бір-бірін көрмейін болды, бітті деген адамдардың өзі татуласып, керемет бақытты өмір сүріп жүр. Татуласып, күліп ойнап, бақытты болып жүргенге не жетсін? Ең үлкен байлық негізі сол. Ренжіп, кінәлап жүргеннен, ол бірінші кешірім сұрасын, ол өзгерсін деп бір-біріңізді күтіп жүре бергеннен адам бақытты болмайды. Жүрегі тыныштық таппайды. Не за что бала шағаның өміріне бір үлкен қиындық тудырып жатсыздар. Сол үшін ертерек татуласыңыздар. Жалғыз әйел мен күйеу емес, ата-анасымен араласпай кеткен, бауырымен араласпай кеткен, досымен, немесе жұмыста бастығымен, әріптесімен арасы дұрыс емес, сол себепті жұмысқа да барғысы келмейді, жұмысты да істегісі келмейді. Жұмыстан шығып кетіп жатқандар бар солай. Сол үшін татулық, сыйластық ол өте маңызды нәрсе. 50% жеңілдікпен консультация алам десеңіздер, WhatsApp нөмірін астына қалдырып кетемін. Лайк басып, пікір қалдырып бөлісіп кетіңіздер. Көптеген адамның татуласуына сізде себепкер болыңыз.